Мына кісі өлім жазасына кесетіндей қылмыс жасаған жоқ. Бұны тек жақсылап сабап, қоя берейік. Мейрам құрметін орай кешірім қып бір тұтқынды зынданнан босатуыңыз керек. Ендеше Бараббаны босатты. Иә. Мынаның көзін құртыңыз. Бараббаны босатып беріңіз. Ағашқа кер оны! Ағашқа кер! Шегелеп сұрап! Сен, екеуің сабаңдар. Мынаның неменің өкімін шығарбайсамыз. Бұл Иса ғой. Жазалайтындай не жазды? Ешқандай жаманшылық жасаған емес. Алып жүріңдер. Ашу кернеген қалың тобыр айғайлап Исаны айғыш ағашқа шегелеп тастауды талап етті. Ақыры Пилат Исаны өлім жазасына кесуге келісті. Дін басыларының өтінішіне көнді де, кісі өлтірген үшін зынданға қамалған тонаушы Бараббаны босатып жіберуге жарлық етті. Ал Исаны айғыш ағашқа керіп өлтіруге бұйрық берді.